Сәлеметсіздер ме әріптестер. Сабақты қызықты өткізуге арналған платформалардың бірі бұл Plickers платформасы. Яғни әр оқушыға штрихталған код беріледі, сол бойынша оқушылар тақтада берілген сұрақтарға жауап беретін болады. Бұл Plickers платформасын қалай қолдануды көргілеріңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Plickers платформасын қолдану үшін біз Google-ға поискқа Plickers деп жазамыз және соның ішіне кіреміз. Plickers-ке кіргеннен кейін бізде ол ағылшынша болады іші. Оның мышканы оң жақ шетін басып, перевести на русский деп басамыз. Сол кезде ауысады. Яғни бізде қазір ауысып тұр. Ішіне кіргенде бізде сабақтарда өткен, яғни 7 сыныптармен өткен болатын Plickers бойынша. Енді осыны құру үшін қазір біз новый набор дегенге басамыз. Соның ішінде бізге ұяшық ашылады. Осы ұяшықтың ішіне сұрағымызды жазамыз. Яғни сұрағымыз алдын ала дайындап алсақ, копировать етіп қоя саламыз. Яғни бірінші сұрақ бөгей ордасы құрылды, яғни қай жылы құрылғандығын 1801 жылы апарып қоямыз. Керек емесін алып тастаймыз. Яғни біріншісі бізде дайын, енді бізде дұрыс жауап А болғандықтан А дегенге басып қоямыз. Одан үстіде көріп тұрғаныңыздай сол жақ шетінде плюс батырмасы бар. Сол плюсті бассақ бізде екінші ұяшық ашылады. Осының ішіне де біз сұрақтарды тағы да орналастырып шығамыз. Қайта-қайта печатать етіп жазғанша осылай копировать ставить етіп қоя салып, ішінен керек сұрақтарымызды алып қоя берсек болады. Бізде дұрыс жауабы С, сол себепті С-ға қоямыз. Керек емес, артық заттарды алып тастаймыз. Одан кейін үшінші ұяшықты ашамыз. Үшінші ұяшыққа бізге бұл жақта тек қана жазып емес, сонымен қоса суреттер де қоюға болады. Және де YouTube-тан видеоны да қоюға болады. Мысалы, жазайық Кенесары деп жазайық. Кенесарының суреттерін іздейміз. Интернеттен бізге Кенесарының суреттері шықты, соны таңдап басамыз да жанына жазатын жерге жазсақ болады. Мысалы, суретте кім бейнеленген. Астына жаза береміз. Жазып болғаннан кейін көріп тұрғандарыңызда бізде суретті әртүрлі формада қоюға болады. Мысалы, суреттерді қойып, сұрақ беріп, астына суреттерге сұрақ қойып, суреттерді жауап ретінде қоюға да болады. Немесе суретті қойып, одан кейін кім екенін табуға болады, әртүрлі формада қоюға болады. Енді қазір көріп тұрғандарыңызда сурет әлі жүктелген жоқ, біраз уақыт өтті. Сол себепті бұл сурет кішкене памяти көп болғандықтан көп уақыт жүктеледі. Сол себепті біз басқа суретті таңдап көрейік. Басқа сурет таңдадық, ол сурет тез жүктелді. Енді осылай дайындап алғаннан кейін біздікі бұл дайын тұрады. Көріп тұрғаныңыздай мына жақта бізге видеода қосуға болады. Енді бірінші бетке қайтадан ораламыз. Ол жақта бізде жаңа біз новый набор деп сұрақтарды қосқан болатынбыз. Оның астында бізде сыныптар берілген. Сол сыныптардың ішіне біз новый класс деп қосамыз. Астында новый класс деп тұр, соны басамыз. Сол жаққа жазамыз. Мысалы, 8-ші сынып. А дейік. Создать класс. Қосамыз. Сосын добавить студента деген бар, соны басамыз да осы жаққа жазамыз. Яғни баланың атын және фамилиясын жазуымыз керек. Біз тек қана атын жазып, жанына инициал қоя саламыз. Мысалы, Айдос. Одан кейін аты шықты. Және де себебі әр баланы тексерген кезде аты бізде дұрыс жауап болатын бізде көк болып жанады, дұрыс емес болатын болса қызыл болып жанатын болады. Сөйтіп оқушыларды біз
жазып кіргіземіз. Оқушыларды кіргізіп алайық. Оқушылардың барлығы кірді, яғни оқушылардың алдыларында номерлар тұр. Сол номер бойынша оқушыларға пликерсті тарататын боламыз. Яғни ол үшін бізде енді әр оқушының өзінің номері болады. Міне көріп тұрғандар жаңағы новый набор без названия деп тұрған біздің жаңа құрған сұрақтарымыз. Енді осының ішінен go to student деген ішінде бізде балалардың номерлары берілген. Мысалы Айбектікі 5-ші номер, Айдананікі 6-ші номер. Сол бойынша пликерстарын тарататын боламыз. Енді ол пликерсті алу үшін біз помощь дегенге кіріп, получить карты пликерс дегенді басамыз. Басқаннан кейін бізге ашылады. Осының ішіне астыға түсіп, расширенный ішінен 63 карт деген бар. Соны басып таңдаймыз. Яғни бізге осы кезде жаңа оқушыларға дайындалған аты жөні бойынша пликерстер шығады. Яғни 1-ші номер деп көріп тұрғаныңызда 1 деп тұр. 2-ші, 3-ші пликерстер. Осыларды өзімізге жүктеп аламыз да рабочий столға қойып қоямыз. Рабочий столға қойық. Жүктелсін. Міне рабочий столға жүктелді. Ашамыз. Көріп тұрғандарыңызда біздің пликерстарымыз дайын. Осыны біз принтерден шығарып оқушыларға береміз. Мысалы, мына жақта 2-ші номер, көріп тұрған 3-ші номер, 3 деп жан-жағында жазылып тұрады. Осыны біз оқушыларға қолдарына шығарып береміз. Енді бастапқы бетке қайтадан оралайық. Сол жақта көріп тұрған мысалы, жаңағы 3-ші номер бізде жандосқа берілген. Жаңағы пликерс біздің жандосқа берілетін пликерс. Әр оқушының өзінің номері болады. Сол бойынша пликерсті таратамыз. Оқушылар сол бойынша тестті орындайды. Енді ары қарай біз қайтадан жұмысымызды бастау үшін бастапқы бетке кіріп, сол жерден 8-ші сыныпты таңдап, жаңағы құрған ойынымызға кіреміз. Яғни оған кіру үшін бізге телефон керек болады. Телефон арқылы Play Market'ten немесе App Store'дан біз пликерс деп жазып, соны өзіміздің телефонға жүктеп аламыз. Міне пликерс менде жазылған, open деп аша салам, ішіне кіреміз. Яғни 8-ші сыныпты таңдаймыз. Сонымен ойынды тестті тапсыруды бастаймыз. Яғни ортасын бассақ бізде сканерлейді. Сканерлегенде дұрыс емес жауабы осылай көрсетіліп тұрады. Сабақта біз қолдандық. Сабақта осылай тақтаға сұрағы шығады. Оқушылар әрқайсысы алыстан кім орындады, кімдікі дұрыс емес екенін көреміз. Яғни дұрыс болса жасыл жанады, дұрыс емес болса қызыл жанады. Орындап болған тақтада бізде оң жақ шетінде кімнің орындағаны, кімнің орындамағаны көрініп тұрады. 2-ші сұрақты ортасын қайтадан басып, 2-ші сұраққа жылжытып, қайтадан қосамыз. Сол кезде оқушылар қайтадан көтереді дұрыс жауабын. Өздерінің варианттарына байланысты. Мысалы, А болатын болса, А төбеге қарайды. С жауабы дұрыс болса, С-ны төбеге қаратады. Солай жауаптарын әрқайсысы өзі біліп отырады. Басқан келесі сұраққа тура солай жылжытамыз да, келесі сұрақты басып, ары қарай тексереміз. Көріп тұрғандарында тақтаның оң жақ шетінде оқушылардың тізімі тұр. Сол жақтан оқушылардың орындағаны, жауап бергендігі, бермегендігі барлығы көрініп тұрады. Оқушылар жоғары көтеріп осылай көрсетіп, сабақта тестті орындай береміз.
яғни бұл әдістің бір тиімділігі оқушылардың жанына барып кім орындады кім орындаған жоқ деп тексерудің қажеті жоқ, алыстан телефон арқылы сканерлей саламыз.